Барлықтарыңызға сәлем. 10-шы сабақтың сіздерге үй жұмысын бере кетейін. Бірінші тапсырманы орындаймыз. Кроссвордты шешуіміз керек. Әдеттегідей суреттер берілген және ол суреттердің тұрған нәрсенің атын жазуымыз керек. Мысалы, екінші нөмір close down дейді. Төмен қарайғы подсказка міне. C-ден басталады. Ол қандай сөз болуы мүмкін? Мынау ірімшіктің суреті, яғни cheese. Дәл сол сияқты қалғандардың бәрін қойып, кроссвордты аяқтаңыздар. Енді келесі сіздерге грамматикадан бір тапсырма берейін. Мына үшінші A тапсырмасын орындаңыздар. Мынау берілген етістіктерді төменде қойып, болымды немесе болымсыз сөйлемдер құрастырасыздар. Мысалға, берілген we a new car. Оған want қойды, біз жаңа көлікті қалаймыз. Болым сөйлем, дұрыс жасалған. Енді болымсыз сөйлем. You work on Saturday. Сен жұмыс істейсің сенбі күні, Saturday. Енді бұл жерге болымсыз құрау үшін you don't work on Saturday. Енді келесі we magazines, болым сөйлем құрастыру керек. Вот осылай қалғандарын жерлерге қойып, егерде түсініксіз болып жатса, сабақты қайтадан өтіп, осы тапсырмаларды орындаңыздар. Мына сөздердің бәрін әдеттегідей дәптерлеріңізге жазып, қасына мағынасын жазып, жаттап алыңыздар. Бүгінгі үй тапсырмасы осы. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.